Қадыр түні ислам дініндегі ең қасиетті де берекелі түндердің бірі. Рамазан айының соңғы тақ түндерінің біріне дөп келетін ол биыл Наурыз айының 16-сынан 17-сіне қараған түні, яғни бүгін атап өтілмек. Мұсылман жұртшылығы үшін бұл түн рухани жаңғырудың, тәубе мен кешірім сұраудың, Аллаға жақындаудың қастерлі сәті. Қасиетті Құранда оның 1000 айдан да қайырлы екені айтылған. Яғни Қадыр түнінде жасалған әрбір игі амал, дұға мен құлшылықтың сауабы ұзақ жылдарға татитын үлкен сауап ретінде бағаланады. Ақылым заманнан ата-бабамыз Қадыр түнін үлкен ықыласпен, ерекше тақуалықпен, шынайы сеніммен қарсы алып, құлшылықпен өткізген. Құран оқып, дұға жасап, өткен қателіктері үшін кешірім тілеген. Өйткені Қадыр түні жүректі тазартатын, иманды күшейтетін, адамды жақсылық пен мейірімге жетелейтін рухани мүмкіндік. Рамазан айының қадірі мұсылман баласы үшін тым жоғары десек, Қадыр түні оның қасиетін одан бетер арттыра түседі. Бұл түнгі дұғаның қабыл болу ықтималдығы да жоғары. Сондықтан қастерлі шақтан қапы қалмай, ғибадатқа ден қойып, ықыласпен өткізген абзал. Қадір түні құтты болсын.